Әлем чемпионаты жалғасуда. Кеше Португалия құрамасының алғашқы матчын көрді. Криштиану жанкүйерлері үшін көңіл көншітерліктей матч болмады. Кездесу 1-1 есебімен тең аяқталды. Мына Португалияның чемпион болуы екі талай ма? Ойыннан кейін Криштиану не айтты? Неліктен барлығы Роналдуды орынсыз сынға алып жатыр? Осының барлығын бүгінгі видеода талқылайтын боламын. Видео басталмас бұрын қазақ тіліндегі футболға қатысты арнамызда қолдап тіркеліп, видеоға лайк басуларыңызды сұраймын. Ендеше бастаймыз. Бірде матчты талқылаудан бастайық. Барлығы бұл ойында Португалия есеппен жеңіске жетеді, оп-оңай матч болады деп күтті. Алайда іс жүзінде не болды? Африкадан келген Конго құрамасы португалдықтарды жерге түсірді. Матчтың 6-шы минутында Невеш есеп ашты. Міне, осы гол кірмей-ақ қоюы керек еді ме деп қалдық. Әрі қарай португалдықтар шабуылды ұмытып, керек емес пастар жасап, білгендерін жасады. Салдарынан Конго құрамасы бірінші тайм аяқталар тұста португалдықтарды аяусыз жазалап, таразы басын теңестіріп кетті. Матч соңына дейін осылай жалғасты. Португалия түк те жасай алмады. Ойын аяқтала салысымен барлық сыни пікірлер мен хейттің барлығы 41 жастағы Криштиану Роналду тарапына ауды. Алайда бұл орынды ма? Матчты көрдіңіздер ме? Ойбай, Португалияда әлемдегі ең үздік жартылай қорғаушылар дейді. Ол қайда қалды? Бірде-бір өткір шабуыл ұйымдастыра алған жоқ. Көп жағдайда жартылай қорғаушылардан қайран болмағандықтан Роналдумен қатар басқа да шабуыл ойыншылары артқа төсіп ойнауға мәжбүр болды. Неге? Өйткені доп жеткен жоқ. Алғашқы матчтан-ақ осындай үлкен мәселелерге ұшыраған Португалияны турнир фавориті деген қате болар. Мәселе осында. Португалияда жүйе деген атымен жоқ. Бірде-бір мардымды шабуыл болған жоқ. Шабуылда Роналду болды не, басқасы болды не, бәрібір дәл мына ойынмен ағаш болып қала берер еді. Екінші таймда алаңға Гонсало Рамош та шықты, оны да атымен көре алмадық. Өткір шабуылдағы ойыншыларға доп атымен жақындаған да жоқ. Құдды Португалия бұл матчқа ешқандай дайындықсыз, ешқандай жоспарсыз шыға салғандай әсер қалды. Бір ғана сұрақ: не бапкер жөнді тактика құралмайды, немесе ойыншылар бағынбайды? Бұның жауабын өкінішке орай біле алмаймыз. Ең қызығы, екінші таймда ойын сәттерінің бірінде Роналду мен Бруно Фернандеш арасында кикілжің орын ала жаздады. Роналду келген пасты артындағы Фернандешке қалдырмай өзі қисық теуіп жібербеді. Бруно бұған қатты ашуланып, Роналдуды ұрып жіберуге сәл-ақ қалды. Конгоның өзі Португалияны сілкіп тастады. Егер Конго емес бұл жерде Аргентина болғанда не болар еді? Елестетудің өзі қиын. Аргентинаны көрдік, олар әлі де тұтас команда болып ойнайды. Ойыншыларын қараңыздар, Мессиді қалай құрметтеп ол үшін жанын салады. Ал Португалияда команданың К деген бірде-бір әрпі жоқ. Барлығы индивидуалды ойыншылар. Өкініштісі, Португалия әлі де сабақ алған жоқ. Баяғы жартас сол жартас. Қалған матчтарда команда болып біріге алмаса, ширек финалдың иесін сезбейді кететін анық. Ондай жағдайда біз бәріміз күтіп жүрген Португалия мен Аргентина матчын көре алмаймыз. Ал сіздер бұл матч жайында не айтасыздар? Португалияға не жетіспейді? Ойларыңызды комментке жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Әрі қарай матчтан кейін футболшыларды не айтқанын тыңдап көрейік. Одан бұрын өтініш, дәл қазір осы видеоға лайк басып тіркеліп қойсаңыздар. Осы әлем чемпионаты бойы осындай матчтарды талқылау форматында видеолар шығарам деген ойым бар. Тек сіздерден қолдау болса болғаны. Өкінішке орай осыған дейінгі видеоларымда белсенділік болмады. Сондықтан қолдауларыңыз өте маңызды. Бұл біз күткендей бастама болған жоқ, алайда бәрі алды, әлі ештеңе біткен жоқ. Еңсемізді түсірмейміз және бар назарымызды келесі матчқа аударамыз. Бұл менің әлем чемпионатындағы ең алғашқы матчым болды және мен өз ойыныма көңілім толады. Бірақ әрдайым айтып жүргенімде ең бастысы ол команда. Жақсарту керек нәрселеріміз бар. Бізге қазір жеңістер өте қажет. Командамыздың бірлігі бекем және бұдан да жақсы ойнауға бекініп отырмыз. Біз ширай түсуіміз керек. Криштианудың құрамамыз және жалпы футбол үшін не істегенін бәріміз жақсы білеміз. Ол бізге көмектесетін басты ойыншылардың бірі екенін жақсы сеземін. Бұл тұрғыдан ол еш өзгерген жоқ. Ол өте жақсы ойнады. Бүкіл командада тамаша матч өткізді. Бұл тең ойын бізді сындырмайды, керісінше бізді бұдан да күштірек ете түседі. Біз бұдан да көп мүмкіндіктер жасап, көбірек гол соғатын боламыз. Біз допқа иелік ету арқылы ойынды бақылауда ұстадық, бірақ гол соғу үшін жеткілікті деңгейде қауіпті сәттер жасай алмадық. Бұдан да көп мүмкіндік тудыруымыз керек. Кейбір сәттерде шешім қабылдауға тамасығыздық таныттық. Бұл қарсыласқа қауіпті қарымта шабуылдар жасауға мүмкіндік берді. Біз осы алғашқы матчта сабақ алуымыз қажет. Өз қақпаңа гол жіберіп алу әрқашан үлкен соққы. Оңай матчтар болмайды. Конго құрамасы 5 қорғаушымен ойнап кездесуге өте жақсы дайындалыпты. Олар біздің мықты және әлсіз тұстарымызды тамаша білді.
Ал біз бұдан да жақсырақ ойнауымыз керек еді. Әлемде мықты құрамалар өте көп. Біз де солардың қатарынан екенімізді жасырмаймыз. Бірақ алаңда бұдан да артығын көрсетуіміз қажет. Басты мәселе кейбір эпизодтарда доппен тым қатты асығып кеттік. Бұл тең ойын бізге жеңілістей сезіліп тұр. Біз тек өзіміз үшін емес, осы командаға қатысы бар барлық жандар үшін жеңіске жеткіміз келгентін. Бірақ қолымыздан келмеді. Өзіміз жерге қараттық. Енді асқақтамай жерге түсіп, қателіктермен жұмыс жасауымыз қажет. Біз матчты өте жақсы бастадық. Салған голымыз шабуылдағы ойынымызды өзгертті. Одан соң ойыншыларымыз қарсыластың айып алаңына кіруді қойды. Салдарынан Конго құрамасы қайта жинақталып алды. Конго салған гол біз үшін ең қиын кезеңге тап келді. Бірақ та біз бұған жақсы жауап қаттық. Ойыншыларымыздың алаңдағы ынтасы мен көзқарасы тамаша болды. Ойын сапасы көңілден шықпаса да, жігіттердің соңғы секундқа дейін тырысқан мінезі мен жігері маған ұнады. Бұл даму процесінің бір бөлігі. Алдымызда тағы 2 матч бар. Өзімізге сын көзбен қарауымыз қажет. Бұл кездесу әлем чемпионатында оңай матчтар болмайтынын көрсетті. Біз бұдан да жақсы ойнап өсуіміз қажет. Бұл әлем чемпионаты, мұнда эмоция өте көп. Қарсы 6 қорғаушымен қорғанды, бұл бізге қиынға соқты. Мұндай сәтте Криштианудың шеберлігін пайдалануға болады. Гол ауадай қажет болып тұрғанда, мұндай футболшыны алаңнан алып тастаудың ешқандай мағынасы жоқ. Роналдудың қорғаушыларды өзіне тартып бос кеңістік ашатыны біз үшін өте үлкен құндылық. Саған гол керек кезде алаңда Криштиану Роналду сияқты ойыншының болуы шарт. Алғашқы 20 минутта біз ойында толықтай бақылауда ұстадық және жылдам гол соқтық. Мүмкін екінші голды тезірек салғымыз келгендіктен шығар, матч тізгінін уыстан шығарып алдық. Ал Конго құрамасы әлдеқайда қауіпті қимылдай бастады. Қанша шабуылға ұмтылсақ та, Конго қорғаныста өте жинақ ойнап, біздің шабуылдарымызды бұғаттап тастады. Біз Португалияның намысын қорғап жатқанымызды білеміз, бірақ қарсыластарымызды әрдайым құрметтейміз. Ойын желісі солай өрбіді, нәтижесінде қарсылас есепті теңестіріп кетті. Біз соңғы ысқырыққа дейін күрестік, бірақ сәттілік біз жақта болмады. Ертеңнен бастап осы қателіктермен жұмыс жасайтын боламыз. Келесі матчта мұндай қателікке бой алдыруға хақымыз жоқ екеніне сенімдімін. Өйткені дәл осы жағдай жеңісімізді жұлып алып, ойынның тең аяқталуына әкеп соқты. Еңсені түсірмеу керек. Сонымен достар, біздің бүгінгі шығарылым да сонымен өз мәресіне келіп жетті. Кешегі Португалияның матчы жайында не айтасыздар? Және осы әлем чемпионаты жайындағы пікірлеріңіз қандай? Қай құрамаға жанкүйерсіз? Міндетті түрде пікірге коммент жазуды және біздің арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда өте қызықты видеолар болады, сондықтан қызықтан құр қалмас үшін бізге тіркеліп қойыңыздар. Келесі кездескенше аман болайық.